Көкжиектен жаңа ғана көтерілген күннің қызғылт шапағы кең далаға төгіліп, боз торғайдың үні тыныштықты бұзып тұрды. Ауыл сыртындағы өзеннің баяу сылдыры мен қорадағы малдың дауысы ерте оянған жұрттың тіршілігінен хабар беретін. Осы ауылдың шетіндегі ақ кірпіштен салынған шағын үйде 72 жастағы Сәлима әже жалғыз өзі таң намазын оқып болды. Жай намазын оқыптап бүктеп, қабырғадағы ескі суретке көз салды. Суретте өзі мен марқұм жары Қайырбек және 5 жасар ұлы Нұрдәулет күлімсіреп тұр. Әже суретке ұзақ қарап қалды. Қайырбек, бүгін сен кеткеніңе 30 жыл болды. Бірақ аманатымды орындадым. Жалғыз ұлымызды жеткіздім. Енді үйлендіріп, өз алдына отау етсем, арманым қалмайтын шығар. Дауысы дірілдеп шықты. Ол орнынан баяу тұрып, самаурынға от жақты. Бүгін ерекше күн еді. Бүгін оның жалғыз ұлы Нұрдәулет үйленіп, келін түсірмек. Түс ауа ауылдың іші думанға айналды. Көрші көлем, ағайын туыс жиналып, үлкен ақ шаңырақтың алды тойдың сәніне бөленді. Сәлима, құтты болсын, келінің қызындай болсын. Ұлыңның қызығын көр. Ақ жалуқты аналар құшақтап, ақ тілектерін жаудырып жатты. Сәлима әженің көзінен еріксіз жас шықты. Аумин. Алла сол күнге жеткізсін. Кешке қарай ақ көйлек киген, қыпша бел, ибалы жүзді Айсұлу босағаттады. Беташар аяқталдалған соң, ол иіліп келіп, Сәлима әженің қолын сүйді. Апа, енді сіз менің анамсыз. Бұл сөзді естігенде әженің жүрегі елжіреп кетті. Ол келіннің маңдайынан сүйіп, қызым, менің қызым бол. Мен сені ешқашан бөтен көрмеймін. Ауыл әйелдері де сүйсінді. Мына келіннің тәрбиесіне қарашы. Нағыз қазақтың қызы екен. Ал Нұрдәулет екі әйеліне қарап мәз болды. Ең бақытты адам мен шығармын. Алғашқы айлар ертегідей өтті. Айсұлу таңертең бәрінен бұрын тұрып, аула сыпыратын. Апа, сіз отырсаңызшы. Мен сиырды сауып келейін. Шайды өзім демдеймін. Дәріңізді іштіңіз бе? Сәлима әже кейде көзіне жас алып, Аллаға мың шүкір, қыз бермегенімен қыздай келін берді, деп көршілерге мақтанып отыратын. Бірде көрші Күләнді апа әзілдеп, Сәлима, сен келініңді бізге бере тұршы, біздің үйдімде шаруасын істесін. Бәрі күліп жіберді. Айсұлу да күліп, апа қайда болса, мен сондамын деді. Ол кезде ешкім бұл сөздердің артында қандай тағдыр тұрғанын білген жоқ. Арада 6 ай өтті, күз түсті. Нұрдәулет аудан орталығындағы құрылыс компаниясына жұмысқа орналасты. Енді таңғы 7-де кетіп, түнде бірақ келетін болды. Үйде Сәлима әже мен Айсұлу ғана қалатын. Алғашқы өзгерісті Сәлима әже сол кезде байқады. Бір күні таңертең ол дастархан жайып жатқан. Айсұлу ас үйге кіріп келді де, қабағын түйіп, апа, енді ыдыстарды өз орнымен қойғанымыз дұрыс шығар. Қызым, дұрыс қоймаппын ба? Жоқ, мен өзімше орналастырғанмын. Сіз қайта-қайта өзгертіп жібересіз. Дауысы бұрынғыдай жұмсақ емес еді. Сәлима әже үндемеді. Жас қой, шаршаған шығар деп өзін жұбатты. Бірақ бұл тек бастамас еді. Келесі күні тағы бір жағдай болды. Әже аулада кірді жайып қойған. Айсұлу сыртқа атып шықты. Апа, я қызым, мен жаңа ғана жуып қойғанмын ғой, неге қолыңызды тигізесіз? Жел күшейіп кетті, ұшып кетпесін деп. Енді менің шаруама араласпай-ақ қойыңызшы. Осы сөз алғаш рет Сәлима әженің жүрегіне ауыр тиді. Бірақ ол тағы да үндемеді. Кешке Нұрдәулет келгенде бәрі баяғыша күлімсіреп қарсы алды. Апа, шай ішіңіз. Нұрдәулет, анаңыз бүгін көп шаршап қалды. Сәлима әже ұлына қарап күлімсірегенімен ішінде бір түсініксіз мұң ұялай бастаған еді. Ол түні ұйықтай алмады. Әлде өзім артық араласып жүрмін бе? Ол кінәні өзінен іздей бастады. Ал дәл сол түні Айсұлу телефонмен құрбысына сыбырлап, басында жақсы болып көріну керек қой. Енді бәрібір бұл үйдің қожайыны менмін. Оның бұл сөзін есікке су ішуге шыққан бір адам естіп қалды. Бірақ ол кім еді? Таңбозынан Сәлима әже оянып кеткен. Бұл жастайынан қалыптасқан әдеті. Қартайса да ұйқысы ұзамайтын. Дәретін алып таң намазын оқып болған соң аулаға шықты. Аспан әлі бозамық. Қорадағы сиыр мөңіреп, тауықтар қыт-қыттап жедеп жүр. Әй жаратқан, бүгінгі күнімізді тыныш қыла көр, деп бетін сипады. Ол сыпырғышын алып, ауладағы жапырақтарды жинай бастады. Дәл сол кезде үйдің есігі ашылды. Апа, бұл Айсұлудың даусы.
бірақ бұрынғыдай жылы емес. Таң атпай не істеп жүрсіз? Аула сыпырып жатырмын, қызым. Мен кеше ғана сыпырғанмын ғой. Жел тұрып. Апа, түсінбейсіз бе? Менің істеген ісіме араласпаңызшы. Сәлима әже сыпырғышты үнсіз қабырғаға сүйеп қойды. Жарайды, қызым. Нұрдәулет таңғы асын ішіп отырып, анашым, бүгін ертерек қайтамын. Кешке бәріміз бірге шай ішеміз. Жарайды, балам. Айсұлу, анама қарасып жүр. Ой, не айтып тұрсыз? Анам ғой. Осы сөзді естіген Сәлима әже келініне риза болып қарады. Жас адам ғой, ашу тез келеді, бірақ жүрегі таза шығар деп ойлады. Нұрдәулет көлігіне отырып ауданға қарай кетіп қалды. Оның көлігі ауылдан ұзай бергенде Айсұлудың жүзі күрт өзгерді. Күлімсіреген келін әп сәтте қабағы қату әйелге айналды. Апа, я қызым, мына ас үйді қайта жинаңыз. Жаңа ғана сүртіп шықтың ғой. Менің көзіме таза көрінбей тұр. Әже үндемей қайта сүрте бастады. 1 сағат өтті. Енді шкафтарды сүртіңіз. Қызым, белім. Беріңіз ауырса демаңыз, бірақ онда түскі тамақты өзіміз әзірлейсіз. Әже тағы үндемеді. Түске қарай белі сырқырап кетті. Ол орындыққа отырып еді. Айсұлу тағы сөйледі. Демалып отырсыз ба? Аздап басым айналып. Мен де шаршаймын. Кешке дейін жұмысымды бітірмесем, жұрт маған күледі. Сәлима әже орнынан қайта тұрды. Қолына шелек алды. Еден жуып жүріп, көзі жасаурап кетті. Қайран, Қайырбек, тірі болғанда бұлай болмас еді. Түскі ас дайын болды. Қазанда жаңа піскен еттің иісі аңқып тұр. Айсұлу дастарханға ең жақсы жіліктерді қойды, бірақ бірден қайта жинап алды. Бұлар кешкен Нұрдәулетке. Сосын ескі табақта сорпаның түбінде қалған сүйектерді салып, енесінің алдына қойды. Апа, сізге осы жетеді. Сәлима әже бір сәт табаққа үнсіз қарап отырды. Бұрын дәл осы дастархан басында Нұрдәулеттің алдына ең жақсы жілікті өзі қоятын. Енді өзіне қара сүйекте бұйырмай қалыпты. Дегенмен, рахмет қызым, деді жай ғана. Айсұлу үндемеді. Сол күні түс ауа көрші Күләнда апа келді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есікті Айсұлу ашты. Кіріңіз. Күләнда апа үйге кіріп, дастарханға көз салды. Аз ғана бұрын енесінің алдына қойылған сүйектер жоқ. Оның орнына буы бұрқыраған жана ет тұр. Сәлима әже де күлімсіреп шай құйып отыр. Қалайсыз апа? Шүкір. Келініңіз жақсы қарай ма? Әже Айсұлудың жүзіне бір қарап алды. Иә, қызым ғой. Солай болсын. Күләнда апаның көзі бір нәрсені сезгендей болды, бірақ үндемеді. Кешке Нұрдәулет үйге кірді. Анашым, келдің бе балам? Бүгін не істедіңіздер? Айсұлу күліп. Ештеңе, анам екеуміз бауырсақ пісірдік. Иә, бірге пісірдік, деп Сәлима әже де жымиып қойды. Ұлы қуанып қалды. Менің екі жақсы көретін адамым тату болса, менен бақытты адам жоқ. Сәлима әже басын төмен түсірді. Ол дәл осы сәтте шындықты айтқысы келді. Балам, келінің маған бұрынғыдай емес, дегісі келді, бірақ айта алмады. Егер айтсам, ұлымның отбасы бұзылады. Ол тағы да үнсіз қалды. Түн ортасы, үйдің бәрі ұйқыда. Сәлима әже су ішуге ас үйге шықты. Дәлізден өтіп бара жатқанда Айсұлудың бөлмесінен сыбырлаған дауыс естілді. Я, мама. Жоқ, әлі шыдап жүрмін. Үй түгел менің атында болғанша үндемеймін. Ана кемпірдің зейнетақысында қолға алу керек. Әйтпесе босқа ақша шашып жүр. Сәлима әженің аяғы қалтырап кетті. Қолындағы кесе жерге түсіп быт-шыт болып сынды. Үй іші селк ете қалды. Айсұлу есікті тарс ашып шықты. Апа? Сәлима әже үнсіз тұр. Көзінен жас сорғалап ағып барады. Түн бойы Сәлима әженің көзі ілінбеді. Терезеден түскен ай сәулесі бөлмені көмескі жарыққа бөліп тұр. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана тыныштықты бұзады. Жоқ, мен қате естіген шығармын. Өзін өзі жұбатқысы келді. Айсұлу жаман қыз емес. Біреудің сөзіне еріп жүрген шығар. Ол бәрібір келінін ақтағысы келді. Өйткені қазақтың аналары сондай. Өзіне жасалған жамандықты кешірсе де, баласының шаңырағы шайқалғанын қаламайды. Таң атты. Нұрдәулет жұмысына дайындалып жатты. Анашым, түсіңіз сынық қой, ауырып тұрсыз ба? Жоқ, балам, тек ұйқым қанбады. Кешке дәрігерге апарайын. Қажеті жоқ.
Айсұлу да дастарханға келді. Кеше түнгі мүлде болмағандай. Апа, ыстық шай қиып жіберейін. Даусы сондай жұмсақ. Сәлима әже үнсіз ғана кесесін ұсынды. Нұрдәулет ештеңеден күмәнданған жоқ. Нұрдәулет кетісімен Айсұлу ас үйдің есігін жапты. Жүзі тағы өзгерді. Апа, бүгін зейнетақы аласыз ғой? Иә, қызым. Онда менімен бірге барасыз. Өзім барып келейін. Жоқ, даусы қатқыл шықты. Ақша ұстайтын шамаңыз жоқ. Жас ұлғайды. Ақшаны жоғалтып аласыз. Сәлима әже аңтарылып қалды. Қызым, осы уақытқа дейін өзім алып жүрмін ғой. Бұдан бұлай мен аламын. Әже үнсіз қалды. Ауылдағы пошта бөлімшесіне екеуі бірге келді. Қызметкер әйел күлімсіреп, Сәлима апа, айлығыңыз құтты болсын. Әже қолын созып еді. Айсұлу бұрын жетіп барды. Мен аламын. Бірақ мен келінімін. Қызметкер таңырқай қарады. Сәлима әже ештеңе демеді. Ақша келіннің қолына өтті. Ол ақшаны санады да сөмкесіне салды. Әжеге бір теңге де ұстатқан жоқ. Үйге қайтып келе жатқанда Сәлима әже жай ғана сұрады. Қызым, маған дәрі алатын ақша бересің бе? Айсұлу қабағын түйді. Қандай дәрі? Қан қысымына. Үйде бар шығар. Таусылып қалып еді. Кейін алармыз. Әже үндемеді. Жүрегі қысылып бара жатты. Кешке қарай көрші Күләнда апа кіріп келді. Сәлима, ертең ауданға барамын. Саған бірдеңе керек пе? Сәлима әже бір сәт үнсіз қалды. Жоқ. Дәрілерінше? Бар. Айсұлу сөзге араласты. Бәрі жеткілікті. Күләнда апа енесінің жүзіне ұзақ қарады. Ол көздегі мұңды байқап тұрды. Бірақ Сәлима әже тағы ештеңе айтпады. Түнде қан қысымы көтеріліп кетті. Басы айналып, көзі қарауытып бара жатты. Ол бөлмесінен әрең шықты. Айсұлу. Ешкім жауап бермеді. Қызым. Тағы үнсіздік. Әже қабырғаға сүйен әрең тұрды. Ас үйден су алып ішті. Сосын қайта бөлмесіне беттегенде аяғы тайып кетіп, жерге құлап түсті. Дауысқа Айсұлу жүгіріп шықты. Не болды тағы? Жерде жатқан енесіне қарады. Апа, осы сізде. Басым. Қазір Нұрдәулет келсе, тағы мені кінәлайды. Ол енесін сүйемелдеп төсебіне жатқызды. Бірақ дәрігер шақырмады. Сол түні Нұрдәулет кеш келді. Анашым ұйықтап қалды ма? Иә, бүгін шаршады. Мен қарап отырдым. Нұрдәулет анасының бөлмесіне кіріп, маңдайынан сипады. Сәлима әже ұйықтап жатқандай кейіп танытты. Өйткені сөйлесе бастаса, көз жасына ие бола алмайтынын білді. Олы шығып кеткен соң ғана жастығы су болғанша үнсіз жылады. Балам, сенің бақытың үшін бәріне шыдап келемін. Бірақ менің жүрегімде адандікі ғой. Ертеңінде таңертең ауылдың шетінде тұратын 80 жастағы Қасым қария Сәлима әжені жолықтырды. Әй, Сәлима! Иә, аға, сенің түрің қашып кетіпті. Жас келді ғой. Қария ауыр күрсінді. Жоқ, мен қартайған адамның көзін танимын. Сенің жүзімде ауру емес, қайғы тұр. Осы сөзді естігенде Сәлима әженің ерні дірілдеп кетті. Ол бар шындықты айтқысы келді, бірақ тағы да өзін тоқтатты. Жоқ, аға, шүкір, бәрі жақсы. Қасым қария оның көзінен аққан жасты көріп қалды, бірақ ештеңе демеді. Өйткені кейбір аналардың мұңын сөзбен емес, жүрекпен ғана түсінуге болады. Сол күні кешке ауылда күтпеген оқиға болды. Нұрдәулетке бір адам телефон шалды. Бауыр, сен жұмыста жүргенде үйіңде не болып жатқан білесің бе? Нұрдәулеттің өңі өзгеріп кетті. Не айтқың келіп тұр? Телефонның ар жағындағы адам ауыр күрсінді. Кездесейік, айтатын сөзім көп. Телефон тұтқасын қойғаннан кейін Нұрдәулеттің көңілі алайдылей болды. Не айтқысы келді екен? Ол қайта хабарласайын деп еді. Әлгі адамның телефоны өшірулі екен. Кешке дейін жұмыстың да берекесі кетті. Бригадир 2 рет ескерту жасады. Ей, Нұрдәулет, қайда жүрсің? Ойын басқа жақта ма? Иә, кешіріңіз. Бірақ оның ойынан әлгі сөз кетпеді. Үйіңде не болып жатқанын білесің бе? Кешкісін ауылға келе жатқанда көрші Қасым қария жол шетінде тұрғанын көрді. Ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкум ассалам, балам. Бір жерге барасыз ба? Жоқ, сені күтіп тұр едім. Нұрдәулет таңырқап қалды. Мені ме? Иә. Не болды? Қасым қария жан-жанына қарап алды. Балам, мен біреудің отбасына араласқым келмейді. Бірақ анаңның жүзі соңғы кезде тым мұңайып кетті.
Байқамадың ба? Нұрдәулет бірден жауап берді. Анам қартайды ғой. Қария ауыр күрсінді. Қартайған адамның жүзі басқа болады. Қорланған адамның жүзі басқа болады. Бұл сөз Нұрдәулеттің жүрегіне қадалып қалды. Не демекшісіз? Әзірге ештеңе. Бірақ анаңмен оңаша сөйлес. Көзінен бәрін түсінесің. Қария бұрылып кете барды. Үйге кіргенде Айсұлу баяғыдай күлімдеп қарсы алды. Келдіңіз бе? Иә, қол жуыңыз, етіміз дайын. Нұрдәулет шешесіне қарады. Сәлима әже пештің жанында үнсіз отыр екен. Көзі ісіңкі. Анашым? Иә, балам. Жыладыңыз ба? Әже бірден жүзін теріс бұрды. Жоқ, түтін кіріп кетті. Айсұлу сөзге араласты. Иә, бүгін пештің түтіні үйге кіріп кетті. Нұрдәулет сенгендей болды. Түнде бәрі ұйықтаған соң, Нұрдәулет шешесінің бөлмесіне кірді. Анашым, ұйықтамадың ба? Жоқ. Бір нәрсе сұрайыншы? Айта ғой, балам. Саған Айсұлу дұрыс қарап жүр ме? Сәлима әже үнсіз қалды. Ұлы тағы сұрады. Анашым, айтыңызшы. Әже ұлының жүзіне ұзақ қарады. Сол сәтте оның көз алдына Нұрдәулеттің кішкентай кезі елестеді. Әкесі қайтыс болғанда небәрі 5 жаста еді. Қыстың суығында мектепке жаяу апаратын. Өзі аш жүрсе де баласына жылы нан әкелетін. Түнде көрпе жамылып жыласа да таңертең күліп оятатын. Сол бала бүгін қарсы алдында отыр. Оның бақыты үшін қанша қиындық көрді. Егер шындықты айтсам, осы баламның отбасы бұзылады. Осы ғой оны тағы тоқтатты. Балам, Айсұлу жақсы қыз. Кейде мінезі қаттылау, бірақ жаман емес. Нұрдәулет жымиып қойды. Мен де солай ойлаймын. Қартайған соң адам бәріне ренжіп қалады ғой. Осы сөзді естігенде Сәлима әженің жүрегі шым ете қалды. Демек, балам да мені түсінбейді екен. Ертеңінде ауыл дүкеніне барды. Дүкенші Гүлнар апай шайын ұсынып отырғанда, Сәлима апа, неге өзіңіз келдіңіз? Неге? Кеше келініңіз келіп, енеме қарызға ештеңе бермеңіздер деп айтып кетті ғой. Әже селк ете түсті. Не деді? Қарт адам ұмытып кетеді, ақшасын жоғалтады деді. Сәлима әже үнсіз қалды. Ол өмірінде ешкімге қарыз болып көрмеген еді. Күйеуімен бірге маңдай терімен өмір сүрді. Енді туған ауылында өзіне сенбейтін адамдай көрінгеніне жүрегі ауырды. Үйге қайтып келе жатқанда қолындағы дорбасын көтере алмай жол жиегіне отырып қалды. Сол кезде қасынан мектептен қайтып келе жатқан кішкентай қыз өте шықты. Әже, дорбаңызды көтерсейін бе? Жоқ, айналайын. Өзім. Қыз жүгіріп келіп дорбаны қолына алды. Жүріңіз. Мен сізді үйіңізге дейін апарып қоямын. Сәлима әженің көзіне тағы жас келді. Бөтеннің баласы осынша мейірімді, ал өз үйімде бөтен болып қалдым. Үйге кіргенде Айсұлуның қабағы бірден түйілді. Апа, иә, неге кешіктіңіз? Жолда сізді іздеп жүрейін бе мен? Телефон ұстамайсыз. Жоғалып кетсеңіз не болады? Кешір. Кешір дегенмен болмайды. Осы кезде сырттан көрші Күләнда апа кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Айсұлу бірден өзгеріп сала берді. Ой, апа, кіріңіз. Анам екеуміз шай ішіп отыр едік. Келіңіз. Күләнда апа Сәлима әжеге қарады. Әже көзін төмен түсіріп отыр. Ештеңе демеді. Бірақ оның дірілдеп тұрған қолын көрген Күләнда апаның жүрегі бір нәрсені сезді. Сол түні күтпеген жағдай болды. Нұрдәулет су ішуге ас үйге шыққан. Дәлізден өтіп бара жатып, Айсұлудың бөлмесінен тағы да дауыс естілді. Иә, мама, уайымдамаңыз. Ол бәрібір анасының айтқанына сенбейді. Мен оны өзіме толық қаратып алдым. Тағы біраз шыдайық. Ана кемпірдің үйі де ертең біздікі болады. Нұрдәулеттің жүрегі зу ете қалды. Ол есіктің сыртында қатып қалды. Бұл Айсұлудың дауысы ма? Ол есікті ашайын деп қолын созды. Дәл сол сәтте телефондағы әңгіме тоқтап қалды. Кейбір аналар баласының бақыты үшін өмір бойы үндемей өтеді. Бірақ үнсіздік бәріне бірдей ем болмайды. Күздің қара суығы ауылды ерте басты. Таңғы салқынмен бірге қою тұман түсіп, алыстан үрген иттердің үні ғана естіледі. Қорадағы сиырдың мөңірегені мен тауықтардың қыт-қыттаған дауысы ауылдың тіршілігін бастаса да, Сәлима әженің жүрегінде баяғы жылылық қалмаған еді.
Ол таң намазын оқып болып аулаға шықты. Бұрын осы аулада күліп жүретін. Марқұм Қайырбекпен бірге осы жерге әр тал ағашты өз қолдарымен еккен. Кішкентай Нұрдәулет дәл осы алма ағашының түбінде тәй-тәй басқан. Әр бұрышта естелік бар. Бірақ бүгін сол үйде өзілпі өрсі бөтен адам сияқты. «Апа!» Айсұлудың дауысы тағы естілді. «Таң атпай неге сыртта жүрсіз?» «Аулаға қарап шықтым, қызым. Көршілерге біз сізді жұмыс істетіп жүргендей көрінеді. Үйге кіріңіз». Сәлима әже үнсіз ғана ішке кірді. Сол күні түске қарай ауылға күтпеген қонақ келді. Ескі газелден орта бойлы ақ жаулықты әйел түсті. Бұл Сәлима әженің сіңлісі Рая еді. Екі апалы сіңлілі бірін-бірі 6 айдан бері көрмеген. «Апа! Рая!» Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. «Түрің не болып кеткен? Ауырып жүрсің бе?» Сәлима әже жымиып, «Жас қой, қартайдық» деп қысқа қайырды. Бірақ Рая әпкесінің жүзіне ұзақ қарап қалды. Ол мұндай мұңды бұрын көрмеген. Айсұлу сыртқа шықты. «Ассалаумағалейкум». «Уағалейкум ассалам, қарағым. Келіңіз». Айсұлу күлімсіреп шай әзірлей бастады. Бөтен адамның көзінше ол бұрынғыдай мейірімді келінге айналды. «Апа, мына жерге отырыңыз. Апа, шайыңызды алыңыз. Етті көбірек салыңыз». Рая ішінен мына қыз туралы ауылда айтылып жүрген сөздер жалған шығар деп ойлап қалды. Түстен кейін Айсұлу, «Мен дүкенге барып келейін» деп шығып кетті. Үйде екі апалы сіңлі ғана қалды. Рая үнсіз отырып қалды. Сосын жайлап, «Апа, айтшы, саған біреу ренжітіп жүр ме?» Сәлима әже шошып кеткендей болды. «Жоқ, неге сұрадың? Көзім бәрін айтып тұр. Бұрын сен күлетін едің. Қазір күлкім де басқа». Сәлима әже басын төмен салды. «Ештеңе жоқ. Бәрі жақсы». Рая оның қолынан ұстады. «Маған өтірік айтпа. Біз бір ананың қызымыз. Сенің ішің ауырып тұр». Осы сөзден кейін Сәлима әженің жанары жасқа толды. Бірақ ол бәрібір үндемеді. Дәл сол сәтте сырттан біреу есікті қаштатып қақты. «Апа!» Көші күләнді екен. «Сәлима, тез шықшы». «Не болды?» «Ана сиырың қорадан шығып кетіпті». Сәлима әже асығып сыртқа жүгірді. Рая да соңынан ерді. Ал үйде ешкім қалмаған пайдаланған Айсұлу дүкеннен қайта оралды. Ол бірден Сәлима әженің бөлмесіне кірді. Ескі сандықты ашты. Марқұм Қайырбектен қалған құжаттарды ақтара бастады. Қайда екен? Үйдің құжаты қайда жасырылған? Ол асығыс іздеп жатқанда. Есіктің алдында біреудің көлеңкесі көрінді. «Не іздеп жүрсің?» Бұл Рая еді. Айсұлудың қолындағы қағаздар жерге сусып түсті. Екеуінің көзі түйісті. Бөлме ішін ауыр үнсіздік басты. Айсұлудың қолындағы сарғайған қағаздар еденге шашылып түсті. Бөлме ішін үнсіздік жайлады. Есік алдында тұрған Раяның жанары өткіреді. «Не іздеп жүрсің, қарағым?» Айсұлу сасқанмен өзін тез қолға алды. «Ештеңе. Апа құжаттарын реттеп қояйын деп едім». Сәлима апа өзі сұрады ма? «Иә, сұрады». «Әлде өзімнің ойым ба?» Айсұлу үнсіз қалды. Сәлден кейін жымиып, «Апай, сіз мені дұрыс түсінбей тұрсыз. Мен бұл үйдің келінімін. Ертең бәрібір осы үйдің шаруасы бізге қалады ғой. Құжаттар жоғалып кетпесін» дедім. Рая оның көзіне тіке қарады. Өмір көрген адам өтіріктің иісін алыстан таниды. Құжатты іздейтін адам әуелі иесінен рұқсат сұрайды, қарағым. Осы сөзден кейін Айсұлу үндемей бөлмеден шығып кетті. Кешке Нұрдәулет жұмыстан келді. Үйдің іші бұрынғыдай емес. Сәлима әже де, Рая да үнсіз. Айсұлу ғана бұрынғысынша күлімдеп жүр. «Апаңыз келгеніне қуанып қалдым» деді, шай құйып отырып. «Бірнеше күн қонақ болсын». Нұрдәулет мәз болды. «Жақсы болған екен. Анамның көңілі көтерілер». Рая ішінен ауыр күрсінді. Байғұс бала, ештеңені білмейді. Түнде бәрі ұйықтаған соң, Рая әпкесінің бөлмесіне кірді. «Апа, ұйықтамадың ба?» «Жоқ, мен де». Екі апалы сіңлі үнсіз отырды. Сыртта күзгі жел гуілдеп тұр. Біраздан кейін Рая сөз бастады. «Апа, сен менен әлі де шындықты жасырасың ба?» Сәлима әже көз жасын әрең тоқтатты. «Айтсаң, баламның шаңырағы шайқалады. Үндемесем, ішім өртенеді». Рая әпкесінің қолын қысты.
баланың бақыты өтіріктің үстінде тұрмауы керек. Ертең кеш болуы мүмкін. Осы сөзден кейін Сәлима әженің көзінен жас парлап кетті. Өмірінде алғаш рет ол ешкімге сырын аша бастады. Рая, мені кейде күні бойы аш қалдырады. Кейде еттің орнына кеше қалған сорпа береді. Зейнетақымды өз қолына алды. Нұрдәулетке ештеңе айтсам, балам әйелінен айырылып қалады деп қорқамын. Раяның жүрегі шым ете қалды. Апа, осы күнге дейін жалғыз өзің көтеріп жүрсің бе? Сәлима әже үнсіз басын изеді. Ертеңіне таңертең Рая бәрін өз көзімен көргісі келді. Әдейі ешқайда кетпеді. Нұрдәулет жұмысқа шығып кеткен соң. Айсұлу тағы өзгерді. Апа, иә, мына кілемді қағып келіңіз. Белім ауырып тұр еді. Ауырып тұрса төсекте жата беріңіз. Бірақ онда үйдің шаруасын кім істейді? Рая үнсіз бақылап отыр. Ол әдейі ештеңе демеді. Көргісі келді. Шындықты толық көргісі келді. Түсте Айсұлу қазаннан жаңа піскен етті алып, өзіне бөлек табаққа салды. Ал Сәлима әженің алдына тағы да сорпа мен қара нан қойды. Рая шыдай алмады. Қарағым, енеңе ет неге салмадың? Айсұлу жымиып жауап берді. Дәрігер майлы ет жемесін деген. Сәлима әже үндемеді. Рая оның жүзіне қарады. Әпкесінің көзінен бәрін түсінді. Бұл өтірік екенін сезді. Кешке қарай Рая сыртқа шығып, көрші Күләнда апамен сөйлесті. Күләнда, бір нәрсе сұрайыншы? Апай, сұраңыз. Сәлима осы соңғы уақытта өзгерді ме? Күләнда апа айналасына қарап алды. Мен көп нәрсе көрдім. Бірақ араласуға батпадым. Кейде түскі ассыз жүреді. Кейде жалғыз өзі қорада жылап отырады. Бірақ бір ауыз жаман сөз айтпайды. Балам бақытты болса болды дейді. Раяның көзінен жас ыршып кетті. Жетер. Енді мен үндемеймін. Сол түні Рая бір шешімге келді. Ол ертең Нұрдәулетпен оңаша сөйлеспек болды. Бірақ дәл сол сәтте Айсұлу есіктің ар жағында бәрін естіп тұрған еді. Оның жүзі сұп-сұр болып кетті. Жоқ, бұған жол бермеймін. Ол бір сұмдық жоспар ойлап қойды. Егер Рая сөйлеп үлгерсе, бәрі аяқталатын жақсы түсінді. Таң қозынан Рая ұйықтай алмады. Түндегі естіген әңгімесі құлағынан кетпей қойды. Сәлима әженің баламның бақыты үшін бәріне шыдап жүрмін деген сөзі жүрегін тіліп өткен еді. Терезеден сыртқа қарады. Ауыл әдеттегідей тіршілігін бастап кеткен. Бір үйден түтін шығып жатыр. Бір үйдің келіні сиыр сауып жүр. Бір үйдің балалары мектепке асығып барады. Ал дәл осы үйдің ішінде көзге көрінбейтін қайғы өмір сүріп жатқанын ешкім білмейді. Ас үйден ыдыстың сылдыры естілді. Рая жайлап барып есіктің саңылауынан қарады. Айсұлу қазаннан жаңа піскен етті алып үлкен табаққа салды. Ең жақсы жіліктерді бөліп қойды. Сосын қалған сорпаны кішкентай алюминий тостағанға құйды. Кеше қалған қатқан нанды алып келді. Апа, Сәлима әже асықпай келді. Мә, ішіңіз. Әже тостағанға үнсіз қарады. Қызым, бір үзім ет болса? Айсұлу қабаған түйді. Дәрігер майлы ас жемесін деген жоқ па? Қан қысымыңыз тағы көтеріледі. Осы да жетеді. Раяның жүрегі шыдамай кетті. Ол ішке кіріп келді. Айсұлу, келін жалт қарады. Иә, өзіңнің табағында толған ет тұр. Енеңнің алдында қара нан. Осыны әділдік дейсің бе? Айсұлу жымиып күлді. Апай, сіз бұл үйдің жағдайын білмейсіз. Ананың денсаулығына қарап отырмын. Дәрігердің кеңесі. Сіз сырт адамсыз. Араласпаңыз. Рая ашуға булығып кетті. Сырт адам? Мен осы үйдің үлкенінің туған сіңлісімін. Менің әпкемді ешкім қорлай алмайды. Сәлима әже орнынан атып тұрды. Рая, болды, үндеме, қойшы, ұрыс шығарма. Рая аң-таң. Апа, сені қорлап тұр. Сен әлі оны қорғаштайсың ба? Сәлима әже үнсіз ғана жылады. Сол күні түсте Нұрдәулет күтпеген жерден үйге ерте қайтты. Жұмыста электр жарығы сөніп қалып, бәрін үйлеріне жіберген еді. Үйге кіргенде тыныштық орнаған. Ассалаумағалейкум. Ешкім жауап бермеді. Ас үйге кірсе, Сәлима әже ыдыс жуып тұр, белі бүгіріп кеткен. Рая терезеге қарап үнсіз отыр. Ал Айсұлу телефон шықлап диванда жатыр. Нұрдәулет алғаш рет таң қалды. Айсұлу, иә, анам неге жалғыз жұмыс істеп жүр? Өзі қоймайды. Қанша айтсам да тыңдамайды. Қозғалмасам ауырып қалам дейді. Сәлима әже дереу сөзге араласты. Иә балам,
Өзім істедім. Рая басын төмен түсірді. Тағы да өтірік. Кешке қарай Рая Нұрдәулетті сыртқа шақырды. Балам, айтыңыз апай. Саған бір әңгіме айтуым керек. Осы кезде үйден Айсұлу атып шықты. Нұрдәулет, телефоныңызға бастығыңыз хабарласып жатыр. Нұрдәулет асығып ішке кіріп кетті. Рая тағы үлгермеді. Айсұлу Раяға қарап мысқылдай күлді. Көрдіңіз бе? Ол сізге емес, маған сенеді. Бұл сөз Раяның ашуын келтірді. Сол түні күтпеген жағдай болды. Сәлима әженің қан қысымы күрт көтерілді. Тынысы тарылып, жүрегі шаншып кетті. Рая, су. Рая шошып оянды. Апа, не болды? Кеудем қысып барады. Рая жүгіріп Айсұлуды оятты. Тұр, әпкемнің жағдайы нашар. Айсұлу көзін әрең ашып. Таңға дейін күтейік. Қазір дәрігер қайдан келеді? Таңертең апарамыз. Рая ашудан дірілдеп кетті. Сен не айтып тұрсың? Адамның жаны қиналып жатыр. Ал сен ұйықпайсың ба? Ол бірден көрші Қасым қарияның үйіне жүгірді. Қария көлігінің кілтін алып шықты. Жүріңдер, уақыт жоғалтпайық. Олар Сәлима әжені көлікке отырғызып, аудандық ауруханаға қарай асықты. Ал үйдің есігінің алдында Айсұлу жалғыз қалды. Ол терезеден ұзап бара жатқан көлікке қарап тұрды. Бірақ оның жүзінде алаңдаушылық емес, қорқыныш пайда болды. Өйткені дәл сол сәтте Нұрдәулет үйге кіріп келе жатқан еді. Үйдің бос екенін көрген ол абдырап қалды. Айсұлу, анам қайда? Бұл сұраққа Айсұлудың алғаш рет дайын жауабы болмады. Аурухананың қабылдау бөлімі. Түнгі сағат 2. Дәліз іші тып-тыныш. Тек медбегелердің асығыс қадамдары ғана естіледі. Қасым қария мен Рая орындықта үнсіз отыр. Екеуінің де көзі операция бөлмесінің есігінде. Бір кезде есік ашылып, ақ қалатты дәрігер сыртқа шықты. Қайсыңыз туысы боласыздар? Мен сіңлісімін, деді Рая орнынан ұшып тұрып. Науқастың жағдайы ауыр. Қан қысымы өте жоғары көтерілген. Жүрегі де қатты әлсіреген. Соңғы кезде қатты күйзеліске түскен сияқты. Рая көз жасын тыя алмады. Дәрігер аман қала ма? Дәрігер ауыр күрсінді. Қазір қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Дәл сол сәтте дәлізге Нұрдәулет жүгіріп кірді. Анам қайда? Не болды? Ол Раяға қарады. Апай, не болып кетті? Рая үндемеді. Біраз үнсіздіктен кейін ғана. Балам, ананның жүрегі ауырған. Нұрдәулет қабырғаға сүйеніп қалды. Кеше ғана жақсы еді ғой. Қасым қария жай ғана басын шайқады. Жақсы емес еді балам, сен байқамадың. Бірнеше минуттан кейін дәрігер Нұрдәулетті кабинетіне шақырды. Сіз ұлысыз ба? Иә, анаңыз дұрыс тамақтанбай жүрген. Дәрілерін уақытында ішпеген. Ұзақ уақыт жүйке күйзелісінде болған. Бұлай жалғаса берсе, дәрігер сөзін аяқтай алмады. Нұрдәулеттің жүрегі зу ете қалды. Жоқ, мүмкін емес. Біз бір үйде тұрамыз. Әйелім күнде қарап жүр. Дәрігер оған ұзақ қарады. Кейде бір үйде тұру көңіл бөлу деген сөз емес. Бұл сөз Нұрдәулеттің санасын төңкеріп жіберді. Ол аурухана дәлізіне шығып, қабырғаға сүйеніп отырды. Көз алдына соңғы айлар елестей бастады. Анам неге арықтап кетті? Неге үнемі үндемейтін болды? Неге көзі ісіп жүрді? Неге әр сұрағанымда бәрі жақсы дей берді? Ол алғаш рет өзін кінәлай бастады. Мен қандай ұл болдым? Таң ата Айсұлу ауруханаға келді. Қолында жеміс салынған пакет, бетінде мұңайған кейіп. Нұрдәулет, қалай? Нұрдәулет оған суық қарады. Дәрігер не деді? Қатты күйзелген дейді. Айсұлу бірден жауап берді. Апа өзі сондай сезімтал кісі ғой. Әкемді сағынады. Қартайған соң бәрі солай болады. Осы кезде дәліздің ар жағынан Қасым қарияның даусы естілді. Жоқ, келін, барлығы қарттықтан емес. Айсұлу селк ете қалды. Қария баяу жақындады. Мен көптен бері үндемей жүрдім. Бірақ енді үнсіз қалсам, күнәға батамын. Нұрдәулет қарияға бұрылды. Аға, не айтқыңыз келеді? Қасым қария ауыр күрсінді. Бір күні жұмыстан кеш қайттым. Үйлерінің жанынан өтіп бара жаттым. Анаң қораның жанында жалғыз жылап отыр екен. Балам білмесін, баламның отбасы бұзылмасын деп еңіреп отырды. Сол күні-ақ саған айтқым келген. Бірақ анаң жібермеді.
Нұрдәулеттің көзіне жас үйірілді. Анам. Осы кезде Рая қолындағы кішкентай дорбаны Нұрдәулетке ұсынды. Мынаны таныдың ба? Ішінде көне әмиян жатыр. Нұрдәулет бірден таныды. Бұл анамның әмияны ғой. Рая оны ашып көрсетті. Ішінде бар болғаны 200 теңге ғана қалған еді. Анаң ай сайын зейнетақы алады. Бірақ қалтасында 200 теңгеден басқа ештеңе жоқ. Ойлан балам. Қалған ақша қайда кеткен? Нұрдәулет үнсіз қалды. Бір сәтте оның жан дүниесі төңкеріліп кеткендей болды. Ол жай ғана Айсұлуға қарады. Айсұлудың өңі бозарып кеткен. Ол алғаш рет күйеуінің көзінен сенім емес, күмәнді көрді. Дәл сол кезде палатадан медбике жүгіріп шықты. Науқастың жағдайы қайта нашарлап кетті. Туыстары қайда? Нұрдәулет орнынан атып кірді. Анашым. Ол палатаға қарай жүгірді. Ал дәлізде жалғыз қалған Айсұлуның жүрегі қатты дүрсілдеп тұрды. Өйткені өмірінде алғаш рет жасаған істерінің бәрі өзіне қарсы айналып келе жатқанын сезді. Ана жүрегі баласын ешқашан жек көрмейді, бірақ баланың кеш қалған өкініші өмір бойы жазылмайтын жара. Анашым. Нұрдәулет палатаға жүгіріп кірді. Сәлима әже көзін жұмып жатыр. Дәрігерлер айналасында абыр-сабыр. Қысымы тағы көтеріліп кетті. Дәріні беріңдер, оттегіні қосыңдар. Нұрдәулет есік алдында қатып қалды. Өмірінде алғаш рет өзін кішкентай баладай дәрменсіз сезінді. Құдайым, тек анамды аман алып қалшы. Бір сағаттан кейін дәрігер сыртқа шықты. Қауіп әзірге сейілді, бірақ науқасты қатты тоқытпаңыздар. Жүрегі өте әлсіз. Нұрдәулет ауыр дем алды. Көз жасын жасыра алмады. Күн еңкейген шақ. Палата іші тыныш. Сәлима әже жайлап көзін ашты. Төсегінің жанында Нұрдәулет отыр екен. Оның көзі ісіп кеткен, ұйықтамағаны көрініп тұр. Әжені көре сала орнынан атып тұрды. Анашым, жақсысыз ба? Сәлима әже әлсіз жымиып. Келдің бе балам? Нұрдәулет анасының қолынан ұстап, бетін басып жылады. Кешіріңіз, мені кешіріңіз. Мен ештеңе байқамаппын. Мен жаман ұл болыппын. Сәлима әже қалтырап тұрған қолын көтеріп, ұлының басынан сипады. Жоқ, олай деме. Сен жаман емессің. Сен аңқаусың. Адамға сенгішсің. Мен сені солай тәрбиеледім. Нұрдәулет одан сайын еңіреп жіберді. Анашым, неге үндемедіңіз? Неге айтпадыңыз? Әже көзін төбеге тікті. Айтсам, отбасын бұзылады деп қорықтым. Баламның бақыты менің көз жасынан қымбат шығар деп ойладым. Палата ішін үнсіздік басты. Есік жайлап ашылды. Ішке Айсұлу кірді. Қолында гүл. Бірақ Сәлима әженің көзіне қарай алмады. Нұрдәулет орнынан тұрды. Дауысы бұрынғыдай емес, салқын. Сыртқа шық. Айсұлу селк кетті. Нұрдәулет, мен сыртқа шық дедім. Дауысы қатқыл шықты. Айсұлу үнсіз сыртқа шығып кетті. Дәлізде Рая күтіп тұр екен. Айсұлу орындыққа отырып басын ұстап қалды. Мен бұлай болады деп ойламадым. Рая оған ұзақ қарады. Әлі де бәрін түсінбей отырсың. Сен Сәлима апаның денесін емес, жүрегін ауырттың. Ал ананың жүрегі сынса, оның дауысын Алла естиді. Айсұлу көз жасын сүртті. Бірақ бұл көз жасы өкініштен бе, әлде қорқыныштан ба өзі де түсінбеді. Палатада Сәлима әже ұлын тағы шақырды. Балам, жақын келші. Нұрдәулет еңкейе түсті. Әже әлсіз сыбырмен сөйледі. Менен кейін ешкімге өшікпе, кек сақтама. Бірақ әділ бол. Ешқашан әйелің үшін анаңды ұмытпа. Ертең сен де әке боласың. Сонда менің бүгінгі күйімді түсінесің. Нұрдәулет жылап басын изеді. Уәде берем нанашым. Кешкісін дәрігер тағы тексеріп шықты. Бүгін түн өте маңызды. Егер осы түннен аман шықса, үміт бар. Бәрі үнсіз дұға жасап отырды. Қасым қария таспихын тартып. Я Алла, анаға өмір бере көр. Баласына тәубесін бер, деп күбірледі. Түн ортасы. Аурухана іші жым-жырт. Нұрдәулет анасының жанында қалып кеткен. Бір кезде Сәлима әже жайлап көзін ашты. Ұлына ұзақ қарады. Жымиып қойды. Сосын өте ақырын, әкең, мен келе жатырмын, деп сыбырлады. Жүрек соғысын көрсетіп тұрған аппараттың үні баяулай бастады. Пи,
Пи. Дәлізді дәрігерлердің жүгірген аяқ дыбысы жаңғыртты. Дәрігер, тез! Нұрдәулет шошып оянды. Анашым! Есікті дәрігерлер жауып жіберді. Нұрдәулет есік алдында тізерлеп отырып қалды. Өмірінде бірінші рет ол өзін жетім сезінді. Бұл өмірде ештеңе із-түзсіз жоғалмайды. Жақсылықта, жамандықта өз иесін бір күні міндетті түрде табады. Пи! Аппараттың ұзақ үні палата ішін кернеп кетті. Нұрдәулет есікке ұмтылды. Анашым! Дәрігерлер жүрекке массаж жасап жатты. Бірі дәрі егіп, бірі аппаратты дайындап әлек. Бірақ Сәлима әженің жүзі сондай тыныш еді. Ерніне әлсіз ғана күлкі үйірілген. Бәлкім, ол көптен күткен жары Қайырбекті көрген шығар. Бәлкім, өмір бойы арқалаған қайғысы осы сәтте жеңілдеген шығар. Бірнеше минуттан кейін дәрігер қолғабын шешіп, басын төмен түсірді. Кешіріңіздер, қолымыздан келгенін бәрін жасадық. Нұрдәулеттің құлағына басқа ештеңе естілмеді. Ол анасының қолын құшақтап, анашым, бір рет болса да көзіңізді ашыңызшы. Мен сізге әлі рахметті айтып үлгермедім. Сізге әлі жаңа үй салып беремін деген едім. Сізді Меккеге апарам деген едім. Неге күтпедіңіз? Палатадағы адамдардың бәрі көз жасына ерік берді. Рая қабырғаға сүйеніп еңіреп тұр. Қасым қария таспихын қысып, «Инна лиллахи ва инна илейхи ражиғун» деп дұға оқыды. 7 күн өтті. Сәлима әженің қара шаңырағы бұрынғыдай емес. Самауырының буы шықпайды. Таңертең аула сыпыратын адам жоқ. Терезе алдында отырып, немересін күлімсіреп күтетін мейірімді жан жоқ. Үйдің іші тым-тырыс. Бір бұрышта Сәлима әженің жайнамазы ғана бүктеліп жатыр. Нұрдәулет сол жайнамазды құшақтап, күнде жылайтын болды. 40-на дейін ол бірақ нәрсені қайталай берді. Анашым, кешіріңіз. Бірақ бұл сөзді енді анасы естімейтін. 40 күн өткен соң Нұрдәулет бір шешім қабылдады. Ол Айсұлуды қарсы алдына отырғызды. Бізге сөйлесу керек. Айсұлудың жүрегі дүрсілдеп кетті. Мен бәрін түсіндіріп беремін. Нұрдәулет басын шайқады. Жоқ, енді ештеңе түсіндірме. Мен ананың үнсіздігін кеш түсіндім. Бірақ енді оның көз жасын ұмыта алмаймын. Мен сені жек көрмеймін. Бірақ саған бұрынғыдай сене алмаймын. Үйдің іші үнсіз қалды. Айсұлу жылап жіберді. Бір мүмкіндік берші. Мен қателестім. Нұрдәулет көзін жұмды. Қателік бір рет болады. Ал сен анамды күнде қорладың. Сол үшін өз арының алдында өмір бойы жауап бересің. Жылдар өтті. Ауыл өзгерді. Ескі үйлердің орнына жаңалар салынды. Нұрдәулеттің шашына ақ кірді. Ал Айсұлу да бір күні ене атанды. Ұлы Дастан үйленді. Алғашында жаңа келіні Мадина өте ибал еді. Анашым, демалыңыз. Шайды мен құямын. Сізге массаж жасап берейін. Айсұлу қуанып жүрді. Менің келінім қандай жақсы деп ауылға мақтанатын. Бірақ 6 айдан кейін бәрі өзгерді. Бір күні таңертең. Ене, бұл ас үйге енді араласпаңыз. Айсұлу селк етті. Бұл сөз тура өзі кезінде Сәлима әжеге айтқан сөз еді. Келесі күні, ене, дәрігер тәтті жемесін деді. Дастарханға өзіне тәттілерді қойып, Айсұлуға кешегі нанды ұсынды. Бір күні, ене, зейнетақыңызды маған беріңіз. Сіз ақшаны ұмытып кетесіз. Тағы бір күні, қонақ келеді. Бөлменізден шықпай-ақ қойыңыз. Әр сөз, әр әрекет Айсұлудың жүрегіне найзадай қадалды. Өйткені бұл сөздердің бәрін кезінде өзі айтқан. Сол түні ол ұйықтай алмады. Таң ата салысымен ауыл зиратына қарай жүрді. Сәлима әженің қабірінің басына келді. Жаңбыр сіркіреп тұр екен. Қолындағы ақ раушан гүлдерін жайлап қойды. Тізерлеп отырды. Көпке дейін ештеңе айта алмады. Ақыры даусы дірілдеп шықты. Апа, кешіріңіз. Сіздің әрбір көз жасыңыз бүгін өзіме қайтып келді. Мен сізді тірі күніңізде түсінбедім. Енді өзім ене болғанда ғана ана жүрегінің қандай болатынын ұқтым. Жел баяу ғана есті. Теректің жапырақтары сыбдырлады. Жауап болған жоқ. Бірақ Айсұлу сол үнсіздіктің өзінен жауап алғандай болды. Сол күні ауылдың ақсақалы жаназада айтқан сөзді тағы қайталады. Балалар, байлықта қалады, дәулетте қалады. Бірақ ана мен әкенің алғысы ғана адамды өмір бойы қорғайды. Ал олардың көз жасы міндетті түрде иесін табады. Нұрдәулет содан бері әр жұма сайын анасының басына барып тұратын болды.
қолына құран алып: «Анашым, енді кешірім сұрауға емес, сізді сағынғанымды айтуға келдім» дейтін. Ол әр барған сайын бір шындықты тереңірек түсінді. Ана тірі кезінде ғана ана, қадірін кеткеннен кейін емес, барында білу керек. Арада көп жыл өтсе де, Жанайым ауылы бұл оқиғаны ұмытқан жоқ. Жастарға өнеге айтқанда, қариялар осы әңгімені еске алатын, өйткені өмірдің өзгермейтін бір ғана заңы бар еді. Адам жасаған әрбір ісінің жауабын көрерді. Әсіресе ана мен әкенің көз жасына қалмаңдар.